Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте үлпілдек болып пісетін, құрамы өте оңай әрі тез дайындалатын панкейктің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде таңғы асқа дайындап, жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін. Дайындалу жолына келетін болсақ, ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып, үстінен секерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ертілген 82% майымызды алып, үстінен құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқан сұйық массамыздың үстінен келесі кезекте жылы сүтімізді құйып, тағы да бірнеше қайтара араластырып аламыз. Және де алдын ала осында ситаға ұнымызды және де раздық етелімізді алдын ала салып дайындап алып, арнайы осындай ситадан өткізіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Видеодағыдай жақсылап араласқанына көз жүгіртіңіздер, өйткені кішкене түйіршіктер қалып кететін болса, панкейкіміз піскен кезде арасында қалып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Көрермендерім, менің алда шығатын видеоларымды өткізіп алмасы үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер, алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай арнайы күрекшемен жан-жағын бәрін сылып түсіріп алғаннан кейін панкейктерімізді пісіруге кірісетін боламыз. Арнайы блинчик пісіретін тапамызды отқа қойып, қыздырып, бастапқыда ғана маймен сылап, одан кейін май жақпай пісіре береміз. Осылай панкейктерімізді салып, бетіндегі тесіктер пайда болғанша қарай отырамыз. Одан кейін осылай екінші бетіне аударып, панкейктеріміз көтерілген соң алып, келесі кезектегі панкейктерімізді салып, дәл осылай видеодағыдай пісіріп алатын боламыз. Достар, керекті қоспамыздың барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің үнемі тұрғылықты дайындайтын рецепттерімнің бірі. Сіздердің де көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Осымен біздің панкейктеріміз дайын. Осылай түрлі фруктылармен, жеміс-жидектермен әсемдеп, үстіне осындай шоколадты ганажымызды құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, өте дәмді болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздермен бірге болған Айпана. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.